Сәлеметсіздер ме? Жаңа салық кодексінде салық төлеушілерге қызмет көрсету моделіне негізделген қолдау шаралары қарастырылған. Қызмет көрсету моделінің негізгі мақсаты бизнестегі әкімшілік жүктемені азайту, салық міндеттемелерін орындауға ыңғайлы жағдай жасау және салық әкімшілігінің тиімділігін әрі бюджетке түсетін түсімдерді арттыру болып келеді. Мемлекеттік кірістер органдары жұмыс форматын өзгертуде. Енді назар тек қана бақылау мен тексеруге емес, сонымен бірге кәсіп ашқаннан бастап қызметін тоқтату кезеңіне дейін қолдауға аударылады. Сыртқа шығатын қызметтік топтар мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға, сондай-ақ шалғай ауылдық елді мекендерге тұратын азаматтар мен кәсіпкерлерге көмек көрсетеді. Бұл барлық санаттағы салық төлеушілер үшін салық қызметтеріне қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Салық төлеушілерге декларацияларды тапсыру мерзімдері, қосымша құн салығы бойынша есепке қою қажеттілігі және салық режимін таңдау туралы мобильді банктік қосымшалардағы пуш хабарламалар арқылы, видео, аудио және басқа да техникалық құралдар арқылы технологиялық хабарландырулар қарастырылған. Сонымен қатар, алдын ала ескерту сипатындағы хабарландырулар енгізіледі. Бұл салық төлеушілерге ықтимал бұзушылықтар туралы алдын ала хабардар етуге және оларды айыппұл санкцияларын қолданбай түзетуге мүмкіндік береді. Арнайы салық режимдерін қолданылатын төлеушілер мен жалпы декларациялау аясындағы жеке тұлғалар үшін қолда бар деректер негізінде салық есептілігін алдын ала толтыру қарастырылған. Бұл салық органдарымен өзара әрекеттесу процесін жеңілдетеді. Осылайша, қызмет көрсету моделіне көшу бизнестегі әкімшілік шығындарды едәуір азайтуға мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет, сіздердің МКД.